Сәлем баршаңызға. Менің бүгінгі блогым менің ОБТ-дағы жолыма арналады. Яғни мен қандай бағытта ОБТ тапсырдым, қанша пәннен тапсырдым, қалай дайындалдым және қанша балл алдым. Мен 11-ші сыныпқа өткен кезде, яғни журналистика мамандығын таңдайтыныма сенімді болдым және менде шығармашылық таңдау керек болды. Яғни журналистика шығармашылық бағыттағы мамандық болғандықтан мен тек оқу сауаттылығы мен тарихқа ғана дайындалдым. Және осы екі бағытта ғана дайындалдым. Яғни оқу сауаттылығынан аса қатты дайындық талап етпейді. Яғни өзің дұрыс оқып, соны ойша саралай білсең, мақал мәтелдерді түсіне білсең, жалпы қазақ тілін білсең, оқу сауаттылығы саған оңай. Яғни сенің түсінігіне байланысты. Ал енді тарихқа келетін болсақ, енді тарих дайындалуды талап етті. Мен 11-ші сыныпқа келген кезде мектепте сыныпта жарыстыратын жаңағы тақтаға шығарып сұрақтар қойып апай өйстіп жарыстыратын. Сол кезде мен алғашында 3 ай демалыстан келгем, түк білмеймін. Анау 5-ші сыныптан оқыған ғана есімде жалпы ситуация болды. Қыпшақ хандығы деген Қазақстан тарихында болды ма деген сұрақ болды менде. Сонда мен ана жердегі сұрақтарды таныс емес, яғни барлығы. Сондықтан дайындалу керек болды. Мен қыркүйектен бастап дайындықты күшейттім. Ал енді бұл дайындық туралы келесі бейнероликте айтсам ба деп тұрмын. Бұған бөлек блог жүргізем. Айтқым келетіні бұл мен қай кезде тапсырдым ОБТ-ны және қанша балл алдым. Ең бірінші ОБТ бізде қаңтар ОБТ-сы болды. Және бізде қаңтар оқиғасына байланысты ОБТ-мызды ақпанда тапсырдық. Мен ақпанның 18-і күні бірінші ОБТ-мды тапсырдым. Және бұл ақылы ОБТ, яғни грантқа түспеуге, яғни ақылы бөлімге өтуге арналған ОБТ. Бірінші осы тапсырып көргеннен 35 балл алдым. Яғни шекті балдың 35-нен 35-ін алдым. Шын керек, бұл маған оңай болды. Қанша дайындық бар, жарайды, оны есептемегенде слив деген дүние бар. Сливке онша көп сенудің қажеті жоқ екен, оны алдағы ОБТ-ларда түсіндім. Қаңтар ОБТ-сы оңай болды, иә. Кәдімгі дайындалған сұрақтарым бар. Слив деген, яғни сливтер келді. Білмейтін адамдарға айта кетейін, енді бәрі білетін шығар, енді ОБТ тапсырайын деп отқан. Слив деген алдын ала кірген оқушының сұрақтарды біліп, соны сұрақтарды басқа оқушыларға айтуы. Және сол сұрақтар бойынша басқа оқушылар дайындалып барады, немесе дайын жауаптар болса, соны жаттап барады. Сөйтіп мен сливпен кірдім, яғни жаттап алдым. Енді бір күн бұрын келген қаңтар ОБТ-сы оңай болды жалпы. Кіріп, бірден сливтің сұрақтары келді, оны тарс-тарс белгілеп, бір 20 минут болмай шыққаным есімде. Бұл бітті. Келесі бізде наурыз ОБТ-сы басталды. Наурыз ОБТ-сын тапсырмадым. Себебі маған ақылы бөлімге түсу қажет емес тұғын, мақсатым грант. Сондықтан наурыз ОБТ-сын жібере салдым. Яғни пробныйда тапсырған жоқпын жалпы. Тек қана дайындалдым. Жаңағы шығармашылық емтиханға бір бөлек дайындалып жүрдім және тарихқа дайындалдым. Міне менде екі дайындық, екі бағытта жүрді. Оқу сауаттылығынан енді онша дайындықтың керегі жоқ. Келесі ОБТ, яғни бұл мамыр айында қателеспесем тапсырдық. Алғашқы ақылы емес, яғни грантқа тапсырылатын ОБТ, мүмкіндігі бар грантқа түсуге, соны сертификаты жарамды грантқа тапсырдым. Слив енді жоқ, бұл нағыз ОБТ-да жоқ. Тек қана базовый білім келді, яғни алдын ала оқыған, түсінген, өзім білетіндерім келді. 33 балл алдым, яғни көріп тұрғандарыңыздай 33 балл алдым. Бұл жерде оқу сауаттылығынан, яғни 20-дан 20 алдым және тарихтан 13 алдым. Сұрақтары, білмейтін сұрақтар келді расымен. Енді тарихты бірден жаттап алу мүмкін емес, бірақ барынша тырысқанмен кейде қателесесің. Сонда бір әттеген ай деген түс болды. Бірақ мен 33 алғаныма аса қатты қынжылған жоқпын. Шүкір, нормально. Болады ау деген балл. Енді бізге былтырғамен салыстырғанда 33 балмен, яғни 90 жинасам, егер 123 былай грантқа болады деген есептеу болды. Бірақ ойладым, мен келесі ОБТ-ға барам. Бізге екі мүмкіндік берді, неліктен пайдаланбасқа? Мүмкін жоғарылап қалармын, болмай бара жатса, осы 33-ті жібере берем деген ой болды. Енді қобалжу жоқ, 33 балым бар, запас бар дегендей. Сосын келесі біздің грант ОБТ-сы 18-ші маусым болды. Жоқ, 14-ші маусым. 14-ші маусымда тапсырдым. Енді сол сәтті есеп айтып берсем, енді бізде карантин кезінен кейін шыққаннан кейін өте
өте көп тексеріс, ананы өтесің, анадан өтесің, тексерістен өтесің, барлығына бітіп түрінді өткізесің, ананы логин тересің. В общем, сенің Айнұр екеніңді полный зерттеп шыққаннан кейін барып қосылар бастау дегенді бастадым. Отырдым. Енді мен Тараз қаласында тапсырдым, YouStudy'де. Сол жерде бір орында отырдым. Енді бір дәліз секілді екен, адамдар ары бері өтеді, ол да саған негізі кедергі келтіреді. Бірақ енді отырдым, сұрақтарын бірінші бір қарап алдым. Бір қарағанда ана сұрақтың біреуін білмейтіндей менде сезім. Ай, мына адам қадалдым-ау деп ойладым енді, шыны керек. Шынымды айта берейін енді, ойладым, ой, бұл кетті, 33-пен қалдым-ау деп ойладым. Сосын мейлі деп та көрдім, бүйтіп қарап жатырмын, белгілеп жатырмын білетіндерімді. Бірінші тарихты белгілеп тастадым. Бір белгілеп алдым да, кейбіреулердің күмәнданғандарымды бір өзгертіп шықтым. Енді ойламадым ше, қандай бал алсам да енді ұят болып қалмасыншы, енді 30-дан төмен болып қалмасын деп ойлап тұрмын ғой енді. Бірақ барынша дайындалдым, шыны керек. Одан кейін барып оқу сауаттылығына өттім. Мұқият оқып дайындалдым, оқып белгіледім. Барлығы дұрыс болғанда болды, бірақ енді ішінде күмән келтіретін, қатты логикаға салып кететін жайттар болды, көбінесе мақал мәтел, бірақ мақал мәтелден емес, бір мағыналарын тап деген осы бір мәтіннен қателік кетті менде. Яғни бітті, аяқтау дегенде тұрмын. Ана бір тексеретін ағай артымда өтіп баратқан, енді мен андай дәліз секілді жерінде отырып қалдым да, бұрышына адамдар өтіп жатыр. Сол бір тексеретін ағай өтіп бара жатыр алдынан. Мен аяқтау деген басайын деп тұрмын. Ана ағай кеп мені қарап тұр да, қалай жинады екен деп, мына жерінде қарап тұр. Ол кісіден не алып тұрмын, қазір аз болып қалса ұят болады-ау деп. Сөйттім да, көзімді жұмды да, аяқтау дегенді бастым. Қарасам 34 балл болып шығып тұр. Мен ана жердегі ішкі сезімді айтып жеткізе алмаймын. Жаңа, ой, 33-пен қалдым-ау, соған қанағат деп тұрған, себебі өзіме сенімсіз болдым. Бірақ енді оқып істеп тұрмын да, өзіме енді барынша жауабын беруге тырыстым. 34 деген кезде мә деп өзіме жеткізе алмаймын сезімді, өте қатты қуанышты болдым. Сондай сезім ерекше, айтып жеткізе алмаймын. Және артыма қарап қалсам, жаңағы өтіп бара жатқан тексеруші ағайда шок болып тұр. 34 па жарайсың деп. Одан кейін мен де мәз болдым да, қалай тұрып жиналып шығып кеткенім есімде жоқ. Осымен менің осы ОБТ-дағы тарихым аяқталды. Яғни 34 балмен, яғни алғашқы ОБТ-ым 35 болды, одан кейін 33 алдым, сосын 34 балмен аяқтадым. Яғни өзіме көңілім толды. Енді 35 болмады деп ондай өкінушілік болған жоқ, шүкір дедім. Себебі барынша дайындалғанымды ақтадым. 34 деген енді бұл 35-тен 34 деген енді бұл жаман емес. Яғни 90 балымды алсам ары қарай шығармашылықтан. Бұл енді мықты. Яғни өзім алтын белгіге оқығаннан кейін ешқандай қорқыныш болмады, енді грант енді менікі деген сезім болды. Осындай менің ОБТ жолым. Ал енді келесі блогымда сіздерге айтып беретінім, бұл мен қалай Қазақстан тарихына дайындалдым. Ешқандай оқу, яғни білім беру орталықтарына жүгінбей, үйден қалай адам өзі Қазақстан тарихына дайындала алады, қалай жаттау керек сұрақтарды, тиімді тәсілдері қандай, яғни өзімнің кеңестерімді беретін боламын. Келесі блогымды күтіңіздер. Осы блогыма лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, каналыма тіркеле кетіңіздер.